себепті барлық жабыстыруға іске Біздің мақсатымыз қазіргі жастарды адамгершілікке, тәрбиелікке баулып қана қоймай, имандылығын нығайта отырып, жасөспірімдердің бойына дарыту. Біз тұрмышта қолданатын заттардан көгал жасап жатырмыз. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, сіздердің алдыңдарыңызда біз нөмір 5-ші орта мектебінің дарынды оқушылары. Біздің жобамыздың тақырыбы имандылық мекені. Мақсатымыз қазіргі жастарды имандылыққа, тәрбиелікке баулу. Біздің макетті қалай жасағанымызды көргеніңіз келсе, осы жолымен танысыңыздар. Алдымен мен осы шыныны алып, оның үстіне бөтелкені арнайы қиып, оның үстіне әтірді бірін-бірін үстіне жабыстырдым. Табиғи тастарды жинап алып, кезектен-кезек жабыстырдым. Дәл солай, осылай әппақ тастарды тауып алып, оларды әтірдің қасына кезектен-кезек қойдым. Лакты осы табиғи тастардың үстіне жағып, оның кепкенін тостым. Перденің осылай шашақтарын алып, әтірдің қақпақтарын үстіне жабыстырдым. Осылайша бізде әдемі субұрқақ пайда болды. Мұнараны мен майлықтың картонын алып, оны ақ қағазбен қаптадым. Соның үстінен сәнді болу үшін, оның үстіне біз әтірдің қақпағын жабыстырдық. Сонымен бізде әдемі мұнара шықты. Мен жасыл жіпті сақтап қиысып, мешітке бағытталатын жол жасадым. Мен адамдардың ыңғайлығына үшін мешіттің алдына көлік автотұрағын жасадым. Сонымен қатар көліктің ойыншықтарын жабыстырдым. Мына мешіт негізі арнайы картондарға А4 жабыстырдық. Оны жабыстырып алған соң, арнайы осындай ойыншық арқылы оны көк түске боядық. Оны жабыстырған соң, біз арнайы ашықты жасап, сары түске бояп сәндедік. Және мешіттің алдында біз неше түрлі есіктер мен терезелер жабыстырдық. Қорытындылай келе, осы мешіт арқылы біз жасөспірімдерге, жастарға имандылықтың не екенін көрсеткіміз келді. Біздің өлкемізде болашақта, яғни біздің қаламызда осындай мешіт болады деп ойлаймын.